Қазір барлық желілерде хит болып жатқан Орео пирогының рецептін ұсынамын. Өте сәтті шығатын рецепттердің бірі. Тура бір чизкейк сияқты дәмі, сондықтан барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызға шекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантының еруі маңызды емес, біркелкі болғанша араластырып алсақ болды. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, оны да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Аз ғана қаймағымызды саламыз. Қаймақ салу міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Менде разрыхлитель салғаным көрінбепті, бірақ разрыхлительді міндетті түрде салып, оны да араластырып аламыз. Енді ұнымызға сапалы какаоны екеуін біркелкі болғанша араластырып, бағанағы массамызға ситадан міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. Ситадан өткізіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да керемет рецепттерін бар. Және лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Енді осыны кез келген формамызға тура видеодағыдай етіп орналастырып аламыз. Енді ыдысымызға тәтті творогымызды, қаймағымызды салып, үстіне шекерімізді салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Творогтың, сүзбенің проценті маңызды емес. Енді үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да оны біркелкі болғанша араластырып аламыз. Менде сүзбем іртік болғандықтан, осылай блендердің көмегімен біркелкі қылып езіп алдым. Оны шанышқының көмегімен де жасасаңыздар болады. Енді мен Орео печеньесін таппадым, сондықтан соған ұқсас печенье ала салдым. Соны жақсылап 4-5 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Енді бағанағы орналастырған формамыздың үстіне құямыз. Егер сіздер тек қаймақпен ғана жасасаңыздар, кішкене қатқаны ұзақтау болады, сондықтан мен творог қосып жасадым. Енді бетіне әсемдік үшін тура осылай дөңгелектеп қойып шықтым бүтіндей. 180 градуста тура 30 минутта пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға сөзсіз ұнайды. Жасап көріңіздер. Ең сәтті шығатын рецепттердің бірі.